Recording in progress. Онда тағы бір видео үшін бір қайталап шыға салайық. Жалпы доза дегеніміз бұл бред қабылдауға арналған дәлдік заттардың мөлшері. Оның біріншісі терапевтік минимал доза, табалдырық деп аталады. Бұл препараттың ең аз мөлшерін қабылдаған кездегі фармакологиялық тиімділігін шақыруы. Яғни қандай олар әртүрлі болуы мүмкін. Наркотикалық препараттар ол өте аз мөлшерде, ал қарапайым дәрілерде ол орташа мөлшерде болуы мүмкін. Ал кеңесі ең жоғары бред қолдануға арналған доза. Яғни бір рет қолданады оны, бұл дозаны үлкейткенде уже отты әсер туындайды. Ал ең жоғары тәулік бойы қабылдануға арналған доза, бұл аты айтып тұрғаны бір тәулік бойы қабылданатын ең жоғары доза. Мысалы айтады, мына дәріні тәулігіне 3 реттен артық қолдануға болмайды. Өйткені дозасы асып кетеді организмде. Бұл ары қарай отты дозаға айналып кетуі мүмкін. Ал отты минимал доза дейміз, бұл препараттың ең аз мөлшері, дәрінің отты әсерін тудыратын мөлшер. Енді леталды доза деген бар, ол өлімге әкелетін доза. Ал біз көбінесе орташа терапевтік дозаларды пайдаланамыз практикада. Оны қалай анықтайды? Көбінесе ең жоғары бред қолданатын дозаның 2-ден 1-ін немесе 3-тен 1-ін қолданамыз. Енді терапевтік әсердің кеңдігі деген бар. Бұл минималды терапевтік және минималды отты дозалардың арақашықтығы. Яғни ол қандай, мысалы белгілі бір дәлдік зат қандай дозада ең аз тиімділікте фармакологиялық ықпал шақырды. Бұдан кейін ол қандай жоғары дозада немесе ең аз мөлшерде ол отты әсер көрсетті. Осының арасын біз терапевтік әсердің кеңдігі дейміз. Осы арада ол терапевтік әсер, яғни емдеуге қолданады. Ал одан асып кетсе, отты әсер тудыруы мүмкін. Егер осы терапевтік әсердің кеңдігі неғұрлым көп болса, дәлдік заттың қолданылуы қауіпсіздігі көп болады. Яғни дәлдік зат қолданылуы кең болады деген сөз. Дәрілердің шоғырлануы, бұны қазір тағы да неде рецептурада да талқылаймыз. Бұл пайыздық мөлшер, дәлдік заттың 100 пайыздық мөлшермен, мысалы 100 мл-да қанша процент бар деген сияқты. Қатынастық мөлшер, ол 1 граммға кез келген көлемдегі заттардың қатынастық мөлшерін айтамыз. Салмақтық көлем қатынасса, немесе ол 20 граммға 200 мл деген сияқты. Одан соңғысы ол биологиялық әсерлі мөлшер. Бұл көбінесе гормондарға қатысты, немесе витаминдерге қатысты жүргізіледі, биологиялық әсерлі, немесе әсер бірлігі, единица действия деп атайды. Международная единица, яғни біз гормондарды, витаминдерді ол пайыздық салмақпен алмаймыз, оларды біз әсер бірлік ретінде аламыз. Енді дәрілердің жанама әсерлерінің көрінісі. Жанама әсерлерін тоқталып кетсек, оның негізгі 4 түрлі жанама әсерлері бар. Ол тәуелділік біріншісі. Тәуелділік ол дәріні қолданған кезде эйфория туындатуы мүмкін. Ол мысалы наркотикалық аналгетиктер өтуі мүмкін, наркотикалық препараттар болуы мүмкін. Осыларды қолданған кезде организмде эйфория туады. Сол үшін адам оған тәуелділік болады. Немесе оны былай түсіндірсе де болады. Біз қарапайым күнде көріп жүрген алкоголь, темекі, нашақорлық, соның барлығында тәуелділік болады. Ол тәуелділіктің негізгі 2 түрі бар: психикалық тәуелділік және физикалық тәуелділік. Психикалық тәуелділік дегеніміз бұл бірінші кезеңі. Адам мысалы темекі шегіп жүрген кезінде, басына қызығып шегіп жүрген кезінде ол психикалық түрге тәуелді болады. Егер соны шекпей қалатын болса, уже мазасызданады, бар есіл дертінің бәрі сол темекі болып тұрады, ашуланшақ болады. Ал бұл бірінші кезең. Дәрілерде дәл сондай болады. Бірінші кезеңде психикалық тәуелділік болады. Екіншісінде ол физикалық тәуелділікке ұласып кетуі мүмкін. Физикалық тәуелділік дегеніміз ол
уже бүкіл организм сол затты қалап тұрады. Мысалы, қаншама уақыт алкоголизммен ауырған адамдарда уже физикалық тәуелділік пайда болады. Яғни сол алкогольді ішпесе, қолдары бұлшықтары қақсайды, ауырады, бастары ауырады. Соның барлығы физикалық тәуелділік. Енді осы тәуелділіктен келіп шығатын тоқтату синдромы деген бар. Абстиненттік синдром деп аталады. Оны алдағы уақытта тағы да патофизиологияда өтетін боласыздар. Тоқтату синдромы қалай жүреді? Мысалы, темекіні или алкогольді ұзақ уақыт қолданып жүріп бірден тоқтатпаса, ол организмге уже біраз қайғы, яғни депрессияға ұшырады. Біріншісі депрессияға ұшырады, адамның көңіл күйі болмайды, ашулансақ болады, мүлде сон қалап тұрады. Дәрілерде де дәл сондай. Егер біз кейбір дәрілер бар, бірден тоқтатып қоятын болсақ, ол жерде тоқтату синдромы болады да, адам біраз қайғылы заттарға ұшырауы мүмкін. Келесісі ол толеранттылық. Толеранттылық дегеніміз ол бейімделушілік, яғни сол дәрілерге организмнің бейімделіп қалуы, яғни соның әсерінен организм оған дұрыс жауап қайтармайды. Толеранттылықтың түрлері бар. Толеранттылықтың түрлері, мысалы, микроорганизмдер антибиотик, көбінесе біз көріп жүрген антибиотиктерге көп толеранттылық болады. Неге? Өйткені ол жерде толеранттылық, сол бактерия сол антибиотиктің жалпы несін өзіне жазып алады, РНК-сына, ДНК-сына жазып алады, одан оған жауап қайтармайды. Сол арқылы толеранттылық болуы мүмкін. Одан кейін тағы бір айтатын толеранттылықтың түрі ол тахифилаксия. Осы сұрақ РК-да бар. Ол тахифилаксия дегеніміз көбінесе бета-адреnomиметиктерге болады. Олар уже, мысалы, сызып көрсетуге болады ма екен? Мынау жасуша. Осыны жаңа айтқан әртүрлі рецепторлар бар. Жалпы біз осы белгілі бір препарат берген кезде, әсіресе наркотикалық берген кезде, осы бүкіл нелермен бірігеді, рецепторлармен бірігеді, и оған стимул тудырады. Арғай ол жасуша қозады, немесе тежеледі. Ал біз келесіде беретін болсақ, оның артық мөлшерін беруіміз керек. Яғни арттыруымыз керек. Міндетті түрде, егер ондай болмаған жағдайда организмде бейімделушілік болады, тахифилаксия болады. Көбінесе адреналинге, немесе бета-ноадреналинге осындай бейімделушілік болады. Яғни келесіде уже жасушаның өзі рецепторлардың санын көбейтіп жібереді дағына, сол арқылы ол жасуша ақылды құрылым, оған артық стимулдың керегі жоқ. Сондықтан да келесіде ол, мысалы, адреналин әсер еткенде, ол мүлде жауап қайтару азаюы мүмкін. Осы рецепторларын көбейтіп жібереді дағына, рецепторларын көбейтіп жібереді. Біріншісінде ол рецепторлармен толық байланысты дәрі. Екіншісінде ол дәл рецепторлар көбейтіп жібергендіктен адреналиннің ол әсер ету механизмі төмендеп келеді. Сондықтан да осыны біз бейімделушілік, толеранттылық деп атаймыз. Яғни оның аты тахифилаксия түрі, тахифилаксия. Сіздер РК-да келген кезде солай толеранттылық, оның ішінде тахифилаксия деп жауап берулеріңіз керек. Кейінгісі ол аллергиялық реакциялар туындатуы мүмкін. Ол көп нелерде болады. Мысалы, любой дәрілерде міндетті түрде аллергиялық реакция туындатуы мүмкін. Ол әрине организмнің өзінің қасиетіне де байланысты. Кейінгісі ол кумуляция. Кумуляция дегеніміз ол дәрілік заттардың экскрециясының және элиминациясының жеткіліксіздігінен болатын ағзада сол дәрілік заттардың жинақталуы. Кумуляцияның түрлері бар. Материалдық кумуляция және функциялық кумуляция. Яғни материалдық дегеніміз сол химиялық
белгілі бір дәрілік зат түсті, сол организмге дәрілік заттың өзінің жиналуы болса, ол материалдық аккумуляция болады. Ал сол дәрілік заттың фармакологиялық әсері жинақталса, ол уже функциялық аккумуляция болады. Мысалы, біз күнделікті тетрациклин қолданып жүріп, тетрациклин деген антибиотик білесіздер ме? Жақпамай ретінде. Сол мысалы, егер соны сүтпен бірге ішетін болсақ, біздің тістерімізде аккумуляция болады. Сол тетрациклин жиналып қалады. Яғни жиналып шөгіп қалады. Соны аккумуляция деп атайды. Бұны материалдық аккумуляция, ол заттардың өзінің шөгуі, ал функциялық аккумуляция соның әсері қалып кетеді. Организмде бір жанама әсер беруі мүмкін, солар жинақтала береді. Осыны аккумуляция деп атаймыз. Одан жалғастырайық. Дәрілік препараттардың қолданғанда ескеретін факторлар. Дәрілік препараттарды қолданғанда ең алдымен оның жасын ескеруіміз керек. Жасы көбінесе егде адамдар мен жас балаларда оның дәрілік заттар берудің дозасы басқа болуы мүмкін. Ол жақтарда кәдімгі ересек адамдармен организмнің ерекшелігі бар ғой. Сондықтан да дәрілік заттарды қолданғанда біріншіден оның жасына мән береміз. Мысалы, педиатрияда дәрілік заттарды мөлшерлеп қолдануда ерекше мән береді. Көбінесе ол балалардың салмағына қарай береді, немесе дене беткейінің білігіне қарай есептеп береді. Өйткені балаларда неге ондай? Оларда жүйке жүйесі өте қатты сезімтал. Өйткені сондықтан да оларға өте абайлап қолдануымыз керек. Және олардың бүйрек жеткіліксіздігі. Бүйрек жеткіліксіздігі дегеніміз, яғни бүйрек сыртқа шығару экскрециясы жас балаларда дұрыс дамымаған. Сондықтан да оларға ең аз мөлшерде дене салмағына қарап өлшеп берілу керек. Олардың бірақ нәрселердің, жалпы балалардың метаболизмі жақсы, бірақ олардың экскрециясы дұрыс жұмыс жасамайды. Сондықтан да оларға аз мөлшерде дене салмағына қарап өлшеп береміз. Ал бірақ егде адамдар бар. Ол егде адамдарда уже метаболизм де нашар, және экскреция да нашар болады. Сондықтан да оларға да абайлап қолдануымыз керек. Оларда да уже басқа да аурулар болуы мүмкін, жанама аурулар болуы мүмкін. Соны ескере отырып қолдануымыз керек. Одан кейін қарайтынымыз ол дене салмағы. Дене салмағы ересек адамдарда 1 килограммға өлшенеді. Дене салмағы ұлғайған сайын доза да көбейеді. Науқастың 1 килограмм дене салмағына дозаны санау кестесі бар. Кей кезде дозаның дене пішініне есептейді. Неге? Өйткені кейбір адамдарда семіздік болуы мүмкін. Мысалы, 100 килограмм, 150 килограммдық адамдар бар. Ол кезде біз оның дене салмағына қарап бермейміз. Уже ол дене пішініне немесе оған уже ересектерге берілетін орташа терапиялық мөлшерді береміз. Өйткені оның дене салмағына қарап өлшеп беретін болса, уже біздің дозамыз артып кетуі мүмкін. Ары қарай ол жынысына қарап береміз. Мысалы, кейбір дәрілік заттар ер адамның немесе әйел адамның қозуына алып келуі мүмкін, немесе олардың психикалық өзгерісіне алып келуі мүмкін. Сондықтан да ол міндетті түрде жынысына қарап беруіміз мүмкін. Мысалы, кейбір плаценталық, және айтқан плаценталық тосқауылдан өтетін препараттар болады, өтпейтін препараттар болады. Осыған қарап, мысалы, плаценталықтан егер әйел адамда жүктілік болатын болса, біз уже оған плацентадан өтіп кететін дәрілік заттарды беруге болмайды мүлде. Міндетті түрде қарауымыз керек. Егер ондай болатын жағдайда біз оған тератогенді әсер береміз, яғни оның ұрығына кері әсер беруіміз мүмкін. Немесе әйел адамдарда не болған кезде, месячный дейді ғой, сондай болған кезде уже біз іш қуысында қанды көп келтіретін препараттар беруге болмайды. Осы міндетті түрде
жынысына қарауымыз керек. Ары қарай оның ағзаның сезімталдығына қараймыз. Ағзаның сезімталдығы кейбір ферменттердің генетикалық жетіспеушілігі болуы мүмкін. Онда идиосинкразия деп атайды. Ол заттарға жағымсыз реакциялардың себептерінің бірі болуы мүмкін. Мысалы, сутегі асқын тотығы ерітіндісін жарыға құйғанда көпірмесе. Кейбір білеміз, ферментопатиялар деген бар. Тұқым қуалайтын ферментопатиялар. Біз нені дәлізат берместен бұрын ода қандай ауру бар, қай жер ауырады, бүйрегі ауыра ма, яғни экскреция дұрыс па, немесе тұқым қуалайтын аурулар бар ма, соны біз білуіміз керек. Өйткені осы ферментопатиялар фермент жеткіліксіздігінен ол заттың тиімділігі мүлде болмауы мүмкін, немесе ол кері әсер етіп кетуі мүмкін. Сондықтан да біз осы тұқым қуалаушылыққа қараймыз, ағзаның сезімталдығына қараймыз. Одан кейін патологиялық жағдайлары. Патологиялық жағдайлар жаңағы айтқан, оның қандай аурулары бар. Ол мысалы жүрек ауруымен келсе, бірақ бүйрегі де әлсіз болуы мүмкін. Біз жүрегін емдейміз деп, бүйрегіне де мүлде кері әсер етуіміз мүмкін. Сондықтан да оны да қарастырған жөн. Енді тағы айтып өтетін мәселе, дәрілердің уытты әсерлері бар дедік. Оның қандай уытты әсерлері бар? Ең бірінші, дәрілерге біріншіден көп дәрілер гепатотоксикалық және нефротоксикалық әсер етеді. Ол қалай? Дәрілік заттар бауырға тікелей барады, көп заттар, және ол бауырды зақымдауы мүмкін. Бауырдың жиі жетіспеушілігі, бауырдың дистрофиясы, некрозына алып келуі мүмкін. Кейбір дәрілерді осы нефротоксикалық және гепатотоксикалық дәрілерді бүйрек жетіспеушілігінде, бауыр жетіспеушілігінде мүлде қолдануға болмайды. Одан кейін мутагендік реакцияларға түсіп кетуі мүмкін. Мысалы, жаңа айтқан, біз әйел адамның жүкті екенін білдік, немесе білмедік, оған плацентадан тосқауылдан өтпеген дәрі бердік, біз уже оған мутагендік реакция болуы мүмкін. Яғни ол дәрілік зат ұрыққа өтіп, бұл жердегі бір ұрықтың дамуына кері әсер етуі мүмкін. Тағы да дәрілік заттарының уытты әсерлерінде ол канцерогендік әсерді жатқызуға болады. Канцероген дегеніміз ол өспені туындататын химиялық фактор. Яғни біз дұрыс дәрі бермесек, оған өспе туындап кетуі мүмкін. Тағы да эмбриотоксикалық әсер, тератогенді әсер, осының барлығы дәрілік заттардың уытты әсеріне жатады. Одан кейін мына жерде ұмытылып кетті, неде жасалу, дәрілік заттардың өздері әсерлесуі дегеніміз бар, дұрыс па? Дәрілік заттардың өзара әсерленісуі қалай? Мысалы, олар екіге бөлінеді. Біріншіден фармацевтикалық өзара әсерлесу және фармакологиялық өзара әсерлесу. Фармакологиялық өзара әсерлесу дегеніміз, ол бір заттың екінші затта осы фармакодинамикасына және фармакокинетикасында бір-бірінің өзгерістердің пайда болуы. Ал фармацевтикалық әсер дегеніміз, осы белгілі бір, мысалы, дәріні дайындау барысында дәрігер фармацевтке осындай дәрілерді жазып берді, бірінші дәріні қосып жазып берді. Ол фармацевт бірінші дәріні араласып істегенде, олар дәрілік заттар бір-бірімен өзара әсерленісуі мүмкін. Соны біз фармацевтикалық өзара әсерленісу деп атаймыз. Енді осылардан келіп шығады синергизм, антагонизм деген. Синергизм дегеніміз ол екі препараттың бірігіп, оның фармакологиялық ықпалының күшеюін айтамыз. Например, аспирин мен парацетамол қосып ішкен кезде уже оның қызба басатын әсері мүлде төмендейді, күшейеді деген сияқты, сол сияқты мысалдар көп. Бірақ синергизмнің бір жақтан жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Егер біз көп жағдайда оның жақсы жағын қолданады, мысалы, бір препараттың қосындылығын, оның күшін арттыру үшін осы екінші препаратты қосып береді. Ал біз күшті препараттар бар,
препараттар бар. Егер соларды байқамай бір-бірімен қосып ішіп қойған жағдайда организмдегі фармакологиялық ықпалдар аса көбейіп кетеді. Мысалы, так антиангиналық заттармен тағы да соған ұқсас қан қысымын көтеретін заттарды бір ішіп қойған кезде уже организмде шок пайда болуы мүмкін. Осыны синергизмнің бір жаман жағы деп айтсақ та болады. Ол синергизм екі түрге бөлінеді: қосынды және потенциалдау синергизмі. Қосынды синергизм ол екі дәрінің әсерлері жай қосылып күшейеді. Мысалы, аспирин мен анальгинді бір мезетте қолдану аналгезиялық әсердің қосылып күшеюіне алып келеді. Ал потенциалау немесе әсердің күшеюі, егер қосып қолданған дәрілердің жалпы әсері екі препараттың қосынды әсерінен жоғары болса, бұл бір препараттың екінші препараттың әсерін күшейтумен байланысты. Мысалы, нейролептикалық және наркоздық препараттардың өзара әсерленісуі антибиотиктер мен микробқа қарсы сульфонамидтердің өзара әсерленісуі осы потенциалдық синергизмге мысал бола алады. Енді антагонизм дегеніміз бар. Антагонизм дегеніміз осы синергизмге қарама қарсы, яғни бір препарат екінші препараттың фармакологиялық әсерін жоюы. Бұндай жағдайда бізде препараттың тиімділігі мүлде болмайды. Сондықтан да біз препарат бергенде ең алдымен ол қай дәрімен дұрыс кетеді, қай дәрімен төмендейді, соның барлығын білуіміз керек. Так, осымен жалпы фармакология бітті. Сұрақтарыңыз бар ма? Потенциал дегенді қайта айта аласыз ба? Түсінбедім. Синергизмнің екінші түрі бар емес па? Потенциал деген. Мысалы, белгілі бір препаратты, жаңа айтқан антибиотик пен микробқа қарсы препаратты қостық. Сол кезде оның әсері күшейді және де потенциалау, яғни потенцирование дейді ғой. Екінші бір препараттың екеуі де бірдей күшейеді, қосынды түрде күшейеді. Ал кәдімгі қосынды түрде суммирование дегеніміз ол екеуі бірдей күшейеді, ал потенциалау дегеніміз бір препарат екінші препаратты ғана күшейтеді дағаны, яғни синергизм болады. Яғни қосында екеуі бірдей күшейеді, ал потенциалау біреуі екіншісін күшейтеді. Түсіндіре алдым ба? Түсіндім. Так, бітті. Так, рецептура ары қарай. Қосамын. Сұрайық. Енді келесі тақырып ол рецептура. Жалпы рецепт дәрігердің фармацевтке берген белгілі бір түрде науқасқа дайындап берілуі, онда дәрінің мөлшері мен қабылдау тәсілдері көрсетілген жазбаша нұсқауы және жолдамасы. Ол рецепт маңызды арнайы медициналық заңды құжат болып табылады. Рецепті арнайы бланктерге жазылады. Және де рецепттің арнайы өзінің жүйесі, құрылымы бар. Ол құрылымы 9 бөліктен тұрады. Сіздер осы 9 құрылымын жаттап алуларыңыз керек. Біріншісі ол емдеу мекемесінің аталымы және мөрі ойлап. Екіншісі рецепт жазуының мерзімі, күні, айы, жыл ойлап. Одан кейін науқастың аты жөні, науқастың жас шамасы, одан кейін дәрігердің өзінің аты жөнін жазылады.
яғни басындағы бесеуі бүкілі данныйлар жазылатын, ал кейінгілері уже берілетін дәрілік заттардың белгісі және олардың саны, дәрілік пішіндерінің аталуы немесе фармацевтке басқа тапсырмасы, дәрі-дәрмектің қолдану тәсілдері, яғни синатура С синатура жазылады. Одан дәрігердің тек өзінің қолымен мөрі қойылады. Жалпы рецептура дегеніміз дәрілік заттардың рецептерге жазуын және оларды тұтынушыға босату ережесі туралы оқытатын дәрі-дәрмек тану ғылымының бөлімі. Дәрі-дәрмек ол патологиялық жағдайларды және әртүрлі ауруларды емдеу, алдын алу және диагностикалау үшін қолданылатын бір немесе бірнеше дәрілік заттан тұрады. Рецепттің жазылу үлгісі болады. Рецепттің жазылу үлгісі қысқартылған және толық түрде болады. Қысқартылған көмесе өте көп қолданады, қысқартылған, ал толық түрде дайындау көмесе жәнедегі дәрігер фармацевтке бірнеше дәрілерді қосып беру үшін осы толық түрде жазылады. Дәрілік заттың аты латын тілінде жазылады. Әрбір келесі атаулар бірінің астына бірі жаңа жолдан жазылады. Бірінші қатты әсер ететін және наркотикалық заттардың аты, содан кейін басқа заттардың аты жазылады. Яғни біз мысалы толық түрде жазған кезде RP двоеточие қоямыз, одан кейін біз ең басты негізгі зат жазамыз. Ары қарай астына мысалы толық түрде жазғанда вазелин или қосымша заттарды жазуымыз керек. Одан кейін рецепт ал деген мағынаны білдіреді. Дәрігердің фармацевтке өтінішін көрсетеді. Рецептура бланктерінің түрлері, олардың қолданылуы және есепке алынуы, сонымен қатар рецептура қатысты басқа да сұрақтарда 2008 жылы 21 мамыр айындағы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің 289 бұйрығында көрсетілген. Осы бұйрық бойынша рецептура бланктерінің 3 түрі бар. Бірінші бланк ол дәрілер толық құнына беретін кәдімгі бланк. Ал екінші бланк ол дәрілерді жеңілдікпен беретін жеңілдік бланк. Бұл жеңілдік бланк көбінесе көп балаларға немесе ұзақ созылмалы аурулар бар адамдарға беріледі. Одан кейін наркотикалық және соларға теңелген препараттарды беретін бланк түрі. Бұл наркотикалық препараттарды тек қана арнайы лицензиясы бар дәріханалар ғана бере алады, және осы наркотикалық препараттар жазылған бланк тек қана 5 күнге ғана жарамды. Яғни біз кәдімгі рецептпен барып дәріханадан барып наркотикалық заттарды сатып ала алмаймыз. Оған тек қана осы наркотикалық бланк түрі керек. Дәрілер тең келесі жағдайларда жазылып босатылады. Ол ұлттан соғыста интернационалист ардагерлер мен мүгедектерге 3 жасқа дейінгі балаларға, көп балалы отбасы балаларға, 14 жасқа дейін балаларға, экологиялық аймақта тұратын зейнеткерлер мен мүгедектерге, және де қатерлі ісік, қан аурулары, қант диабеті, психикалық аурулар, нерес, туберкулез, алапес және осындай ауыр созылмалы аурулар бар науқастарға көбінесе медпункттардан аулаларда тегін таратылады дәрілік заттар. Наркотика және улы дәрілерді жазып беретін рецепт-бланк толтырған соңында дәрігердің қолы, жеке мөрі және мекеменің мөрі болуы керек. Содан кейін оны тиісті есеп журналға тіркеледі. Жалпы осы дәріні сататын жер ол дәріхана деп аталады. Ол тез бұзылатын қарапайым дәрілерді ерітінділермен қайнатпа, тұндырма, тұнба дайындайтын, сонымен қатар фармацевтикалық өндірістерде дайындалған дайын дәрілік препараттарды сақтау мен науқастарға дәріні беретін медициналық мекеме. Дәріні мөлшерлеуді жаңа айтып кеттік. Ол бізде грамм, бізде массасы ол әрдайым грамммен өлшенеді, ал сұйықтықтар миллилитрмен өлшенеді. Мысалы, біз әрдайым миллиграмм берсе, оны біз граммға айналдыруымыз керек.
осы кесте бойынша яғни 1 граммда 1000 миллиграмм бар. Сізге мысалы 100 миллиграмм деп беруі мүмкін. Оны сіз рецептте міндетті түрде 0,1 грамм деп қолданасыз. Және грамм сөзі мүлде жазылмайды. Осы 0,1 грамм сөзін жазсаңыз, уже РК-ларда, нелерде сізге минус баллар беріледі. Дәрілік заттардың шоғырлануы ол пайыздық мөлшермен, қандастық мөлшермен, салмақтық көлем қатынасында және биологиялық әсер мөлшер жайындағы әсер бірлік есебінде алынады. Енді мынау не рецептте жазылатын әрдайым рецепт ол ілік септігіне жазылады. Ілік септігінде немесе табыс септігіне жазылады. Бізге берілген кезде рецепт атау септігіне аты, дәрі заттың аты атау септігіне беріледі. Біз оны ілік септігіне ауыстыруымыз керек. Енді осы нелерге тоқталып кетсек, жалпы қатты дәрілік заттар, сұйық дәрілік заттар және жұмсақ дәрілік заттар. Айтпақшы, айтатынды тағы кеткен жайт, бұл рецепт бөлінеді. Жай және күрделі болып бөлінуі мүмкін. Бұл жай рецепт ол бір ғана заттан тұрады, ал күрделі рецепт ол бірнеше заттардан тұрады. Және дәрілік заттар екі түрлі жолмен дайындалады. Бұл официналды және магистралды жолмен дайындалады. Официналды дегеніміз ол зауыттардан, яғни дайын күйінде фармакологиялық компаниялар, фармацевтикалық компаниялардан шыққан дайын дәріханаларда тұратын заттар ол официналды дайындалған заттар. Ал магистралды дегеніміз оған мысалы дәрігер жазып берді, рецепт бойынша толық рецепт жазып берді. Ал сол бойынша фармацевт дайындап берген затты ол магистралды жолмен дайындалған рецепт деп атаймыз. Енді келесі қатты дәрілік қалыптар. Біріншісі ол ұнтақ. Осы негізгі келетіндері ұнтақ, таблетка, драже және капсулалар РК-да көп кездеседі. Сіздер оның прям анықтамасын, рецепті қалай жазылу керектігін білулеріңіз керек. Біріншісі ұнтақ. Ұнтақ дегеніміз пульверис, сыртқа қабылдауға арналған қатты дәрілік қалып. Осы анықтамасын өздеріңіз жаттап алуларыңыз керек. Ұнтақтардың жіктелуі бар. Қолдану әдісі бойынша ішке және сыртқа қолданылады. Құрамына қарай жай, күрделі, яғни бір заттан немесе бірнеше одан да көп заттардан, дозалау сипатына қарай бөлінген, яғни бөлінген. Дозаланған және дозаланбаған рецепттер. Осыған байланысты, дозаланған және дозаланбаған байланысты біз рецепттерді жазамыз. Мысалы, рецепттерді жазған кезде әрдайым әріппе сөзі қолданады және бұл ерекшелігі ұнтақтардың пульверис сөз көрсетілмейді және граммен беріледі. Мысалы, әрпи точка қос нүкте магнезиум деп беріледі бізге. Сульфат деп, магнезиум сульфат деп беріледі. Біз соны магнезий сульфатис соңында қосуымыз керек. Ал 30 грамм деп беріледі. Біз 30/0